Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Good morning, children. Отыра қойыңдар. Көңіл күйлерің, сабаққа дайындықтарың қалай? Бүгін мұғалім неге үш тілде сөйлеп тұр, амандасты деп ойлап отырған шығарсыңдар. Бүгін балалар біз шетел әдебиетінің өкілдерінің шығармаларымен танысатын боламыз. Балалар, барлығымыз үш тілде білім алып жатырмыз, енді осы білімімізді бүгін көрсетіп, бір-бірімізбен амандасып көрейік. Привет, Айзере. Хай, Ахмет. Сәлем, Азамат. Привет, Олар. Хай, Қанағат. Сәлем, Олар. Жақсы, отыра қойыңдар. Балалар, мұна тақтада кімнің бейнесі деп ойлайсыңдар? Ал, айта қойып, Ахмет. Орыс жазушысы болуы мүмкін. Орыс жазушысы болуы мүмкін. Айта қой, Айзере. Бұл кітапханашы болуы мүмкін. Неге олай деп ойладың? Екен артында кітаптар. Артында кітаптар тұрған сияқты. Жақсы, отыра қой. Қанағат айта қой. Ал, Қанағат. Бұл кітаптар андайша адам болуы мүмкін. Екен артында көптеген кітаптар тұр. Жақсы. Ағеке. Бұл ғалым болуы мүмкін. Ғалым болуы мүмкін, отыра қой. Айта қой. Бұл ұстаз болуы мүмкін. Ұстаз болуы мүмкін, қолында қаламсағы бар. Жақсы, отыра қой. Бұл бәлкім ақын болуы мүмкін. Бәлкім ақын болуы мүмкін. Жақсы, отыра қой. Сонымен, енді қазір біз кім екенін білейік. Кім екен, балалар? Расул Ғамзатов екен. Дағыстанның белгілі ақыны Расул Ғамзатов. Бүгін сол кісінің шығармаларымен танысатын боламыз. Енді бұл кісі туралы мәлімет білу үшін жаңағы сұрақтар жаңбыр әдісінен алған сұрақтарымды оқи қойыңдар. Ал, оқи қой. Оның алғашқы кітабы қай жылы шыққан? Расул Ғамзатовтың алғашқы кітабы қай жылы шыққан дейді. Расул Ғамзатовтың өлеңдері жинағы 1943 жылы басылып, жеке кітап топ басылып шыққан екен. Жақсы, Ахмет. Шығармаларының тақырыбы не туралы болған? Расул Ғамзатовтың шығармалары негізінен не туралы десек, ана тілі, отан, туған жер, ел, ұлт туралы екен. Жақсы, Балнұр. Расул Ғамзатов қай жылдан бастап өлең жазды? Расул Ғамзатов қай жылдан бастап өлең жазды десек, балалық шағынан мектепте оқып жүргеннен бастап өлең шығарумен айналысқан екен. Жақсы. Ал. Расул Ғамзатовтың өлеңдерін алғашқы оқыған оқырмандары кім? Расул Ғамзатовтың оқырмандары алғашқы кімдер екен десек, ең алғашқы бала кезінде шығарған өлеңдері оның ата-анасы, туған туысқандары алғашқы оқырмандары болған екен. Жақсы. Ал, қоя қой. Расул Ғамзатов қай жылы дүниеге келген? Расул Ғамзатов қай жылы дүниеге келді десек, балалар естеріңде сақтаңдар. 1923 жылы дүниеге келген екен. Ал. Расул Ғамзатов қай жерде дүниеге келген? Расул Ғамзатов Дағыстанның Цада деген Авар ауылында дүниеге келген екен. Ұлты Авар. Отыра қойыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз не жайында болатын туралы аздаған мәлімет білдік. Расул Ғамзатовтың сабақтың тақырыбы ана тілі өлеңін өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты көрген шығармалардан орта көлемді үзінділер мәнерлеп оқу, жатқа айту. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармалардағы автор бейнесін анықтау екен. Балалар, осыған дейін біз көптеген өзіміздің ақындарымызды ана тілі туралы, отан, туған жер, қазақ тілі туралы өлеңдерін оқып жаттаған болатынбыз. Кімдерді білеміз? Ал, айта қой, Айзере. Мұқағали Мақатаевтың қарөлі, Қадыр Мырзалиевтің, айта қой. Мағжан Жұмабаевтың. Жақсы. Тағы да кімдерді білеміз? Жұбан Молдағалиев. Тағы? Мұқағали Мақатаев. Жарайды, жақсы балалар. Ал бүгін біз Дағыстандық
ақын авар тілінде өзінің ана тілі туралы шығарған өлеңін мына бейне аудиотаспадан тыңдайтын боламыз. Тыңдап отырайық. Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғара күн ыстық көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жабыр, жұрт тараған, жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балдың тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге тауына, өлмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Ет қырында шаңқылдайды шын жаққа, бұғылар деп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молан басында. Анам қайда, досым қайда күндегі жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнімді, екі кісі үйлес табар тілінде. Мен жатырмын, жер астында көз жұмып, мінекей күмілдейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, әл деген бір кісінің сұмдығын. Балалар, сонымен жаңа өлеңді тыңдадық. Енді кітапқа бір сәт көз жүгіртіп, бір шумағын тезірек жаттап алып, айтып жіберейік. Қалай балалар, есте қалды ма? Ал енді айтып көрейік. Ана тілі, адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде, Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде ойнаған бір тыныштық. Асау өзен арқарайды жабдырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Қараңдар келіп ыңырсиды бір жақта. Жақсы, қарай жалғастырайық. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молан басында. Анам қайда, досым қайда күндегі, жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен. Бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінде, екі кісі сөйлес табар тілінде. Мен жатырмын қара жерге табынып, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шыңқылдайды шын жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Жақсы балалар, доғыл шапалақ. Жақсы отыра қойыңдар. Екінші тапсырма. Оқулығымызды ашып, өлеңді қайтадан көз жүгіртіп қарап, мына түсіндірме күнтөлігін толтырайық. Жақсы балалар, уақыт болды. Ал енді мына автор бейнесін анықтау үшін берілген кестені толтырдық. Енді соны оқып шығайық, әрқайсымыз сөз оқи ғой, балалар. Жер астынан үн қатып жатты. Тұратыр. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, балғын тәнім жер болады менің де дегенге енді ақын ойы. Ол ақын өз жер астынан үн қатып жатыр екен, және ол түсінде қабірдің ішінде жатыр. Ал менің ойым, ол тіл ол байлық. Сол кезде ол тілін өзінің тілін естіп, жанын өзі тірілгендей болды. Жарайды, жақсы. Естідім де сөзін ана тілімнің, ойым жылы келгендей тірілдім. Ақын ойым, ол өзінің ана тілін естіді. Менің түйді, менің ойымша ол ана тілін естіп тіріліп кеткендей болды. Жақсы отыра ғой. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайымның өлуге де бұрынақ дегенге ақынның ойы. Өзінің тілі, яғни авар тілі жоғалмаса өлуге де дайын екенін айтқан. Менің түйгенім, мен де ана тілімді, қазақ тілім жоғалмас үшін бәріне дайынмын. Жақсы, отыра ғой. Тағы кім дайын?
Азамат оқи қой. Егер абайлық құлпытас болса, оны абайлар ешқашан ұмытпайды және де өз тілін қастерлейді. Менің түйгенім бізде өз тілімізді қастерлеп құрметтеуіміз керек. Жақсы. Тағы да кімде? Оқи қой. Әрі тілмен мәңгі жасайды. Менің түйгенім біздің ауылдағы құлпытастар да біздің ана тілімізде де жазылған. Жақсы. Қанағат? Қайсысы дайын? Алайын соны оқи қой. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, балғын тәнім жер болды менің де. Ол түсінде қайтыс болып қабір ішінде жатырмын. Бірақ туған жерде өлген бір бақыт деген. Менің ойым, Алла қалаған кезінде қалаған адамның жанын ала алады. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лезде мен тірілдім. Ол қабір ішінде болса да өзінің тілін естіп, жаны қайтадан тірілгендей болды деп тұр. Жақсы. Өте жақсы жазыпсыңдар балалар, жарайсыңдар. Сонымен біз екі үлкен тапсырманы орындадық, жаттадық, жатқа айттық. Содан соң автор бейнесін кестеге салып, сол өзінің өлеңдері арқылы білдік. Қазір сергіту сәті. Келе қойдар, мына жерде Абар ақыны Расул Ғамзат өзінің отбасымен бірге. Қалай демалған екен келіп көрулерге болады. Келе қойдар, сергіту сәті. Не көріп тұрсыңдар? Көре қойыңдар. Кемдір. Көрдіңдер ме балалар? Тауда тұр екен. Қандай жерде өмір сүреді екен? Тауда. Келе қойыңдар, көріңдер. Қанағат не көріп тұрсың? Ол өзінің отбасының достарымен сауатыр. Қанағат. Және де ол атпен достарымен, таныстарымен жүр. Жақсы. Отыра. Сонымен біз бүгін Расул Ғамзатовтың ана тілі деген өлеңімен таныстық. Біздің де ақын жазушыларымыз ана тілінде көптеген өзінің шығармаларын еліне, туған халқына арнаған болатын. Сондай тағы да кішкентай бір Жамбыл Дүйсенов деген баланың ана тілі туралы шығарған өлеңін тыңдап көрейік. Тілін білмеген түбін білмейді деп тойға бет мүсірепов атамыз. Ендеше тілдің жайын жүргектен бастайық. Тілдің жайы жүргектен. Ана тілім сен менің арықпағым, сен ойласам келмейді дамылдағым. Бал жырымды арнадым жарым саған, бала жамбыл сый деп қабылдағым. Тілім сенің құныңды білмегендір, құлағына сен жайлы ілмегендір. Құзғындайын жатса да жүзге жетіп, адам болып мәңгі өмір сүрмегендір. Тілім сені өксітіп жылатқандар, шұбарлап ластанды ұнатқандар. Туған ұлттың тұнығын лайлаған, жүз ара жүрексіз су айтқан. Балалар, келесі тапсырмамыз өлеңдегі мәселені бүгінгі күнмен байланыстыра отырып, себебін анықтау үшін 3 қадамды кестені толтыруымыз қажет екен. Мына кестеге қарап, өлеңде көтерілген мәселені анықтаңдар, өз ойыңнан жазасың. Қазіргі таңда бұл мәселелер өзекті ме? Автордың бұл мәселені көтеру себебі қандай? Қандай мәселе туралы айтылып тұр? Ал өз ойымызды жаза қояйық. Сонымен балалар, ал енді мына 3 қадамды кестені толтырдық па? Толқып, бір-бірімізбен пікір алмасайық. Ал Ахмет оқи ғой. Өлеңде көтерілген мәселені анықтаңыз. Өлеңде ақын ана тілі жайлы айтқан. Әрбір ана тілінде сөйлеу керек деп айтқан. Мана ары қарай, қазіргі таңда бұл мәселе өзекті ме? Жазған жоқсың ба? Оқи ғой. Қазіргі таңда өзекті. Себебі қазірде ана тілі өзекті. Көп адамдар басқа тілдерде сөйлейді.
Ал мәселені көтеру себебі қандай? Қазіргі кезде адамдар басқа тілдерге еліктеп, сол тілдерде сөйлейді. Жақсы, отыра ғой. Ал балалар, қазір сабақ бойы өздерін бағалап, не білдім, нені білгім келеді, не маған қиындық тудырды дегенді мына стикерға жазып, содан соң сандықшаға сала қояйық. Сабақ соңында бізде кейбір оқушылар, балалар, Жамбыл Дүйсеновке, Расул Ғамзатовқа еліктеп, ұқсағысы кеп, ана тіл туралы өлең жазған екен. Енді сол балалардың өлеңдерін тыңдап көрейік, біздің болашақ ақындарымызды. Ал кім келеді? Қанағат келе ғой. Ана тілің бақыты ғой өмірдің, жеткізіп жүректегі көңілдің, басқа тілді, өзге тілді үйреніп ал, ұмытып кетпе ғажайыбын өз тіліңнің. Көресің ұмытқан соң бар азабын, ұмытпайық өз тілімізді бар қазағым, басқа тілді үйреніп алсам дағы, өз тілімде өлеңді мен жазамын. Ду жарайсың, Қанағат, өте жақсы екен. Болашақ біздің Мұхтар Шахан немесе Расул Ғамзатовымыз келе ғой. Азаматта өлең шығарған екен. Ана тілім қуат берген айбыным, ана тілім оқитұғын әнжырым, әрбір адам ана тілін құрметтеп, өз тілінде сөйлеп жүру бір міндет. Ақындарда өз тілін құрметтеген, өзге тілден ана тілін биік көрген, Расул Ерлан Ағабай өлең жазып, ана тілін өлгенше қастерлеген. Жақсы. Азамат бүгін міне жазған өлеңнің ішіне кімдерді қатыстырған екен? Бүгінгі өзіміз өткен Расул Ғамзатов ағасын, бабасын да осы өлеңіне арқау еткен екен. Отыра ғой. Балалар, енді кері байланыс орнату мақсатында осы сабақтан алған бүгінгі білімімізді қорытындылай келе, мен сендерге сұрақтар жаңбырын енді сендерге қарай жіберемін. Ал мен сұрақ қоямын, сендер соған бүгінгі сабақта алған білімдерің бойынша жауап бересіңдер. Расул Ғамзатов қай жылы дүниеге келді? Расул Ғамзатов 1923 жылы 8 қыркүйекте дүниеге келген. Жақсы, отыра ғой. Расул Ғамзатов қай жерде дүниеге келген? Расул Ғамзатов Дағыстанның Хунзак ауданында дүниеге келген. Жақсы, отыра ғой. Ең алғашқы оның өлеңдерінің оқырманы болған, және ең алғашқы оның кітабы қай жылы жарық көрген? Ахмет. 1937 жылдан бастап. Өлең шығара бастаған. Жақсы. Ең алғашқы кітабы қай жылы жарық көрген? Кім айтады? Ал айта ғой. 1943 жылы кітабы жарық көрген. Жақсы, отыра ғой. Бүгін біз қандай өлеңі және ол не туралы екенін кім айтады? Балнұр. Біз бүгін ана тілі өлеңімен таныстық. Және ол ана тіліміздің құдіретін айтқан. Жақсы, отыра ғой. Ал саған бүгін сабақта не қиын болды? Бүгін сабақта өлеңді жаққа айтып беру біраз қиындау болды. Уақыт аздау болды, жақсы. Бүгінгі сабақты қалай деп қорытындылар едің, Азамат? Бүгінгі сабақ өте жақсы болды. Бізде өзіміздің ана тілімізді құрметтеп қастерлеу үшін Расул Ғамзатовтың өлеңдер жинағын оқыдық. Жақсы, отыра ғой. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма жазайық. Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңін
мәнерлеп жатқа оқу. Содан соң жаңағы кері байланыстарыңды стикерді мына санықшаға келіп сала қойыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.